Сәлем достар, қалдарың қалай? Бұл біздің таңертеңгі көрініс. Осылай шашылып кетеміз. Арасында, жарайды, арасында емес енді күнде. В общем, пылесосты алып, залды пылесостадым. Бүкіл комнатаны пылесостап, шашылып жатқан төсектерді реттеп, жинастырдым. Таңертең осындай көрініс барлықтарыңызда осындай бола ма? Төсектерін бәрін жинап болғаннан кейін пылесостап, бар жақты реттеп, мына жерде сода сеуіп жатырмын, қалай болады екен деп. Жарты сағаттан кейін бұл жерді пылесостап, тазалап алдым. Залдан бастап полдарын сүртіп шықтым бүкіл комнатаның. Шаң болып кеткен, 3 күн болған осындай влажный уборка жасалмағалы. Сөйтіп жүрсем бұзау кіріп кетіпті. Кухняның полын сүртіп алдым, душевойдан. Бұл кезде 2 баланы далаға шығарып, қызымды коляскаға отырғызып қойдым, қасында ұлым ойнап жүр. Осылай аяқ киімдерін бәрін, топырақтарын қағып, сүртіп, кіргізіп қойдым. Мына бір жерді есіктің алдын сыпырып, мынандай төс үйдің бетін сүртіп қойдым. Үй жинап болғаннан кейін ыдыстарды жуып тастадым. Негізінде үй жинағанда есіктің алдынан бастайды дейді, кіреберіс жерден. Мен олай жасай алмадым никак. Сразу мен төрден бастаймын. Газымды жудым. Бір күн бойы жуылмаған газ болатын. Бетін жуып тазалап алдым да. Блинныйдың тестасын жасаған болатынмын. Обедке пісіріп қойын деп. Блинымды пісіріп алдым. Осылай 2 сковородкамен жабыспай, күшті әдемі болып пісті. Тестасын рецепті менде бар. Каналымда қарасаңыздар, жасап көрсеңіздер болады. 2 сковородкамен ыңғайлы екен. 2 жақтап осылай пісіріп алдым. Балалар үйде, қызым ұйықтап қалған болатын. Ұлым үйде ойнап жүр. Айтпақшы, жаңадан каналыма қосылып жатқан кісілерге көп рахмет. Қосылмағандарыңыз болса, каналға қосылсаңыздар болады. Үстіп, блины пісіріп тұрғанда кешкі тамаққа не жасаймын деп ойланып тұрмын. Осындай тесік болып, осындай күшті блины, әдемі блины болып шықты. Чай ішіп алдым. Мына екеуі бетіме қарап тұр, бізді қашан жуасын деп. Қой деп осы екеуін жуып, төңкеріп қойдым, кепсін деп. Одан кейін кисель қайнаттым. Шкафтың ішінен 2 пачка кисель тауып алған болатын. Қайнатып, суытып, 2 ұлыма құйып бердім. Достар, видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.